Армысыздар достар, мен сіздермен бүгін беттегі ақтаңдақ, күйік, ойылған жара және беттегі асқынған безеулерді, қолдағы мозольдарды кетіруге арналған осындай қоспамен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, пікір қалдырып, лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жай ғана бір тал картошкамызды турап, оны үкіштен өткізіп алатын боламыз. Және сонымен қатар осы үкіштен өткізілген картошкамызге бір шай қасық балымызды қосып, оны картошканың сөлі шыққанша араластырып, оны қолымызға жағатын боламыз. Сонымен қатар бұл қоспамыз беттегі асқынған безеулерді де кетіреді. Дәл осы қоспамызды бетімізге жағып, 10-15 минутқа қалдырып, алдымен жылы сумен, артынан салқын сумен жуып тастайтын боламыз. Сонымен бірге қолымыздағы мозольдарға да дәл солай жасаймыз. Күніне бір 2-3 рет жасауға болады. Бұл қоспаны 20 минут сайын тазартып ауыстырып отырамыз. Ең алдымен кәдімгі таза дәкемізді қойып аламыз адамның денесіне, және сол дәкенің үстіне осы қоспамызды жағып, оны пленкамен немесе жай ғана жеңіл материалмен орап қойсаңыз болады. Адам қолын сырып кеткен немесе бір қатты зат тиіп, енді ісіне бастаған кезде жай ғана картошкамызды 2-ге жарып, қолымызға қоя салсаңыз, ол кәдімгідей ісігенді қайтарып, сырып кеткен жерді қалпына келтіретін болады. Сонымен қатар достар, менің каналымда әртүрлі пайдалы ақпараттарды көре алатын боласыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.